Сәлем достар, дәл қазір сіздердің алдарыңызда кабачкиден кетчуп жасаудың жолын көрсетемін. Сондықтан видеоны басынан соңына дейін мұқият қарап, зейін қойып, тыңдап алыңыздар. Осы рецепті міндетті түрде сақтап алыңыздар. Кабачкилерді осындай көлемде бөліп алдым. Мен 2 порциясын жасаймын, сондықтан 3 килограмм кабачки алдым. Үстінен 1 килограмм пияз, 4 ас қасық тұз, 400 грамм қант. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Кабачкидің сөлі бөліну үшін жарты сағатқа бетін жауып қалдырамын. Кетчуп салатын банкалар буланып, қақпақтары қайнап жатыр. Кабачки мен пияздың қаншама сөлі бөлінді. Енді отқа қойып, бір қайнатып, баяу отта 30 минут бұқтырамын. Массамыз қайнап бастап жатыр. Енді 2 лавр жапырағын және 4 дана қалампыр саламын. Араластырып, ары қарай қайната береміз. Тура жарты сағат баяу отта бұқтырып қайнаттым. Ішіне салған дәмдеуіштерін алып шықтым. Енді блендердің көмегімен біркелкі етіп езіп аламын. Осы массаға 2 бас сарымсақ қосамын. Егерде қаламасаңыз, оны қоспасаңыз да болады. Оны да блендермен езіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біркелкі етіп езіп алдым. Енді 150 мл 9%-лық сірке қышқылын құямын. Тағы қайталап айтып өтейін. Бұл жерде 2 порцияның массасы, осы көлемге 750 грамм цинкас пастасын саламын. Бәрін жақсылап араластырамын. Бұл кетчупқа әркім өзінің талғамына қарай ащы қызыл бұрыш қосса да болады. Мысалы, 1 порциясына 1 шай қасық. Қараңыздар, қандай керемет. Иісі де осы жерде аңқып шығып тұр. Қайтадан отқа қойдым. Қазір қайнау шегіне жеткеннен кейін 10 минуттың көлемінде баяу отта бұқтырып дайындаймын. Араластырып тұруды ұмытпаймыз, себебі бұның арасында сұйық май жоқ, сондықтан түбінің күйіп кету қаупі бар. Достар, кабачкиден егерде осындай кетчуп дайындап алсаңыздар, дүкеннен кетчуп алуды мүлдем ұмытатын боласыздар. Кетчуп дайын, енді ыстық күйінде дайын тұрған банкаларға құя беруге болады. Қараңыздар, қандай керемет. Өте сондай дәмді кетчуп болып шықты. Бисмиллахиррахманиррахим. Достар, мен енді сіздермен қоштасамын. Менің парақшамда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Егер видео ұнап жатса лайк басып, ұнамаса дизлайк қоя салыңыздар. Осы видео жайлы сұрақтарыңыз туындап жатса, қойып отырыңыздар. Мен сіздерге жауап беруге міндетті түрде уақыт табамын.